Бүгінгі біздің тақырып алуан түрлі жануарлар. Яғни жануарлар өздерінің қасиеттеріне, туулары және де белгілеріне қарай көптеген, яғни үлкен отрядтарға бөлінеді. Яғни бірінші бізде сүтқоректілер, келесі балықтар, құстар, бунақ денелер және де қосмекенділер, ең соңғысы бауырмен жорғалаушылар. Яғни бірінші сүтқоректілер енесінен тірідей туылатын, яғни енесінің сүтімен қоректеніп өсетін жануарларды біз сүтқоректілерге жатқыза аламыз. Яғни оған біз адам да сүтқоректіге жатады. Келесі бізде құстар. Құстар көптеген түрлері бар, яғни олар ұша алатын және ұша алмайтын деген сияқты болып бөлінеді. Келесі бізде бауырмен жорғалаушылар, яғни оларға біз кесірткені, жыланды, тасбақаны, крокодилді жатқыза аламыз. Келесі бізде бунақ денелілер. Бунақ денелерге біз көбелекті, дәуітті, құмырсқа, қоңызды, инелікті жатқыза аламыз. Негізінен көптеген жәндіктер осы бунақ денелілер класының өкілдеріне жатады. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды.